Саламатсыздар ма, құрметті Қазығұрт ауданы тұрғындары? Кеше біз Жалын жастар қоғамдық бірлестігінің атынан Тұрбат ауылында Қазығұрт ауданы әкімі Төлеген Төртайұлымен кездестік. Кешкі сағат 6:30 аудан әкімі Тұрбат ауылына барып қабылдайтын болды. Осы Тұрбат ауылында атқарылған жұмыстарды және кейбір кемшіліктерді айтып, ұсыныстарды айтып өттік. Бірінші мәселе, көтерілген мәселе бұл Тұрбат ауылындағы Сабир көшесіне баратын үлкен көпір. 200-ге жақын отбасы бар. Сол жердегі көпірдің келесі жылға болашақта осы көпірді мәселесін көтердік. Тұрбат ауыл әкімдігіне, аудан әкімдігіне хатпен шығуды айтты басшы. Екінші бір мәселе сол Сабир көшесіндегі келесі жылға қаралып жатқан жолдың ремонты, яғни орташа жөндеу 5 километр емес 8 километрге дейін көбейтуді айтты. Өйткені Сабир көшесі өте үлкен көше. Сол үшін ол берілген 5 километр ол аздығы және жетпей қалады. Сонымен қатар бұл аудан басшысы келесі жылы осы 8-ді 2-ге бөліп беруге ұсынысты тапсырды. Сонымен қатар жаңа тұрмыс елді мекенінде де, жаңа тұрмыс көшесінде де сол көшені жөндеу туралы айтылды. Базардың қасындағы Республика мен Бақыт көшесінің алдындағы тойхананың алдына бағдаршамны қою ұсынылды. Өйткені осы өткен 2 жыл ішінде 1-2 адам қайтыс болды осы жолдың кесірінен. Өйткені жолдан шығып жатқан кезде халыққа қарамай кейде көптеген айқай-шу, осы мәселелер, осы бір-біріне жол бергісі келмейді. Сол жерде айқай-шу болып қалады. Осы мәселені көтердік. Аудан әкімі осы тұрып Тайбек Әділбекұлына арнайы айтатынын және арнайы хатпен шығып осы мәселені шешуге көмектесетінін айтты. Төртінші мәселе бұл Тұрбат ауылының Бақыт көшесіндегі қалып кеткен 400 метр жерді асфальттау. Өйткені бұл жол Құмырсқа жаққа шығатын ең үлкен бір жол. Сонымен қатар осы аудан әкімдігінің басшылығымен өндіріс елді мекеніне қарасты Бешмағанда тұрғындарына 93 баған жаңа қойылған. Өткен жарықтың түсі онша болмағандықтан әзір ол ауысқан екен, жақсы болды. Бірақ сонда да халықтың арасында мониторинг жүргіздік. Осы тек қана 4 линияның 1 линиясында әлі де жарықтың күші азайғанын айтылды. Бұл аудан әкімі оңтүстік жарық басшыларына әлі жұмысы бітпеген, егер бітуге дейін осыларды қарап, қадағалап, қабылдап алуды басшыларға тапсырды. Ауыл депутаты, ауыл әкімі және қоғамдық бірлестік атынан Сардор Исманов осы іс-шараларға қатысып, болашақта өте бір күшті бір мүмкіншіліктер болады деп ойлаймын.